Бәрін сәлем, бүгін мен өзімнің проблема жайлы айтатын болам. Яғни бұл жаңа ғана мен бір инсайтты алған болатынмын. То, что егер де біз проблема қарамай жұмыс істейтін болсақ, то біздің қолымыздан барлығы келеді. Оған дәлел қазірге менің жазып жатқан видео. Өйткені мен вторник күні менде, монтажға менің видеом ашылмай қалған болатын. И мен ол видеоға 3 сағаттай уақытымды құрттым, және де ол монтажға ашылуына еще 2 сағаттай уақыт құрттым. Сонда күніне мен 5 сағат уақытымды құртқан болатын. Бүгін, таңертең свет өшіп, тоже түсіре алмай қалған болатынмын. И тағы кешке дейін свет керек кезде, сеттің кесірінен менде видеоның загрузка сала алмай жатырмын. И сондықтан мен қазір өзім телефоннан осы видеоны салатын болам. Барлықтарын мені қолдайды деген үміттемін. Осы сұраққа мен қазір жауап берейін. Өйткені мен қазір не істеп жатырмын, соның барлығын кәсіпкерге айтатын болам. Мен жаңа ғана түсінгенім ол то, что біз проблема қармай жұмыс істейтін болсақ, сонда ғана бізде результат шығады. А егер проблема қарап, то сенің барлық күнін сол проблемамен өтетін болады. Яғни көңіл күйің түсіп, сол проблеманы ойлай беретін боласың. Ал егер де сен күнделікті сол проблеманы шешетін болсаң, және де өзіне сенімді адам болсаң, то сен ол проблеманы сразу шешіп, басқа жұмыстармен айналыса аласың. Ал егер де сен проблеманы былай ұмытпайтын болсаң, то оны шешпейтін болсаң, то сол проблемамен сен күні бойы страдать ететін боласың. И оған дәлел ол менің бүгінгі күнім. И бүгін мен кәдімгідей настроймен шыққан едім, то что мен қазір видео түсірем. И вторник күнгі видеоны қайталап кәдімгідей түсірем деп ойлаған, бірақ та уақытқа байланысты, және де мен 11-ші сынып оқып жатырмын, и ЕНТ-ға дайындалуға байланысты мен оны түсіре алмаған болатынмын. И қазір менде осындай идея келді, то что мен өз өмірімді түсірем, и өз өміріммен бөлсем деген идея келді. Егер мен өмірімдегі инсайттар мәселелермен бөлісетін болсам, то сендерге қызық деген үміттемін. Өйткені мен каналым ол мен өз өмірімді көрсететін болам. Яғни мен 0-ден бастап, осы жерден бастап, қалай Москваға дейін, немесе одан да мықты жерлерге баруға дейінгі өзінің жолымды көрсететін болам. Думаю, что сендерге осы видео ұнайды. И осы видео лайктарымды қойсыңдар, мен өте қуанышты болам. Бірақ та осы проблемаларын шешудің бірден-бір себебі ол өзіне мотивация бере алу. Яғни есесінде мотивация болмаса, то сен бұл проблемаларды по-любому шеше алмайсың. И думаю, что ерте ме кеш пе сен осы проблеманы шешу керексің. И егер сен шешпейтін болсаң, то сенің барлық күнің зря и жаман өтетін болады. И прямо қазір мен тура соны сезіп жатқан болатым. И бүгін таңертең егер менде настроение болмаған жағдайда, мен күні бойы настроениесі өтіп, және де күнімді жаман өткізетін едім. Бірақ та мен сол кезде өзім есімді жинап алып, и кешке қарай видео жазамын деп 100% өзіне кепілдік берген болатынмын. И сондықтан осының арқасында мен өзімнің жетістігіме жетіп отырмын. Барлықтарына осыны жасауға кеңес берем. Және де мен бірге өздерінің жолдарымды көрсетіп, өздерінің YouTube канал ашып, солар түсіргенімді қалаймын. Бірақ та егер де сендер осыны жасайтын болсаңдар, то номер 1-ші YouTube канал менде болады. Біз уже барлығын жаратын боламыз. Ендеше осы видео сендерге ұнады деген ойдамын. Барлығына рахмет. Комментария келесі видеоның тақырыбын жазып кетсең, то ендеше осы видеоның соңына дейін көргендеріне көптен көп рахмет. Және де осы видеодан сендер қандай эмоция алдыңдар, соны жазып кетсеңдер болады. Бәріне рахмет.